Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге өте ерекше тағамның дайындалу жолын көрсететін боламын. Алдағы осындай ерекше рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар және қоңыраушаны баса кетіңіз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жылы суға 2 шай қасық тұзды салып араластырамыз және ұнымызға ерітілген май мен жаңағы суды қосып жақсылап қамыр илейтін боламыз. Жақсылап илеп болғаннан кейін қамырымызды 15 минутқа тынықтырамыз. Енді кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін етті осылай 4 бөлшектеп турайтын боламыз. Одан соң осындай құйрық майды тураймыз. Бұл қалауы бойынша, егер ұнатпасаңыз, оның орнына шағыл май қоссаңыз болады. Енді кезекте картоп тураймыз. Тым қатты ұсақтамай орташа қалыңдықта кесеміз. Одан соң қызанақты да 4 бөлшектеп тураймыз. Одан соң пиязымызды тураймыз. Және ең соңынан сарымсақты ұсақтап тураймыз. Егер сарымсақты ұнатпасаңыз, қоспасаңыз да болады. Барлық ингредиенттерді турап дайындап алғаннан кейін дәміне қарай тұз және де кориандр дәмдеу үшін сондай-ақ бұрышты қосып араластырамыз. Енді тағамымызды дайындауға кірісеміз. Алдын ала дайындап қойған қамырымызды кішкене тағы да илеп жіберіп 4 бөлікке бөлеміз. Осы қамырымызды 3-ке бөлеміз. Кіші бөліктері бізге астына және үстіне керек болады. Енді кезекте қамырымызды жаямыз. Тым қатты жұқа етпей орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Қамырды жайып болғаннан кейін осындай терең ыдысқа саламыз және осы қамырдың үстіне салмамызды салып шығамыз. Салғаннан кейін қамырымыз ашылып кетпейтіндей етіп, астыңғы жағын түйіндейміз. Енді астына қоятын қамырымызды жайып аламыз. Енді үстін әсемдейтін қамырды дайындап аламыз. Одан соң жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, осылай үстіне жағып шығамыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 45-50 минут пісіреміз. Мінекей осымен өте ерекше тамағымыз дайын болды. Баршаңызға жасап отбасыңызды қуантуға кеңес беремін. Ас болсын.